Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні бойынша сабақ өтеміз. Теңдеу және теңсіздік өрнек бөлімі, ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша сабақ тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру. Екінші есепке қарайықшы. Өрнектің қалай құрылғанын түсіндіріп көрейік. X қосу X қосу X қосу X. Берілген өрнекті басқаша қалай жазуға болады? X неше рет алынды? X бұл жерде бізде 4 рет алынып тұр. Демек, ықшамдап 4 көбейтілген X немесе 4X деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы көбіне жазылмайды. X қосу X қосу X қосу X тең 4X. Балалар, естерінде сақтаңдар. Нәтижесінде әлде қайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Мысалы, жаңа біз 4X-ті қосып, оны 4 көбейту X деп жазып, 4X деп ықшамдап алдық. Балалар, есептің шарты бойынша өрнек құрыңдар. Үстел үстінде қарындаштар салынған 3 түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше қарындаш, демек белгісіз X. Екіншісінде одан 2 есе артық, ал үшіншісінде біріншісіне қарағанда 3 есе артық қарындаш бар. Қарындаштардың санын көрсететін өрнектер жаз. Бірінші қорапта бізде X белгісіз болса қарындаш саны, екінші қорапта біріншіге қарағанда 2 есе көп қарындаш, демек 2X. Ал үшінші қорапта біріншісіне қарағанда 3 есе артық, демек 3X. Бірінші, екінші және үшінші қорапта бірге X қосу 2X қосу 3X үлестірімділік қасиетті қолданып, X қосу 2X қосу 3X өрнегін түрлендіріп көрейік. Ал енді тексеріңдер. X қосу 2X қосу 3X тең 1 көбейтілген X қосу 2 көбейтілген X қосу 3 көбейтілген X. Сонда 1, 2, 3 сандарын қосып аламыз да, барлығына X-ті көбейтіп аламыз. 1 қосылған 2 қосылған 3 тең 6. Демек 6 көбейтілген X тең 6X. Сонда үстел үстіндегі 3 қораптың барлығын бірге қосып санағанда 6X қарындаш бар екен. Балалар, енді өзіміз мысал ретінде шығарып көрейік. X қосылған X. Бұл жерде X нешеу? 2. Демек 2-ні X-қа көбейтеміз. 2 көбейтілген X тең 2X. Көбейту таңбасы алдында айтып өткендей жазылмайды. Келесі. X қосу X қосу X. Бұл жерде X нешеу? 3. Демек 3-ті X-қа көбейтеміз. Сонда 3 көбейтілген X тең 3X. Ал енді балалар, осы екеуінің мәнін қосып көрейік. 2X қосылған 3X тең 2 көбейтілген X қосылған 3 көбейтілген X. Сандарын көбейтіп алайық. Тең 2 қосылған 3 көбейту X. Жауабы қалай болады? Дұрыс балалар. 5 көбейтілген X тең 5X. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Мына жерде берілген есепті дәптерімізге жазайық. Әріпті өрнекті қалайынан ықшамдайсыңдар. Жазып қойыңдар.
Балалар, пайымдауды түсіндіріп көрейікші. 5х өрнегін қарастырайық. Бұл 5 саны және х әріпінің көбейтіндісі. 5 саны сандық көбейткіш, ал х әріпі әріптік көбейткіш деп айтылады. 2х қосу 3х өрнегін ықшамдап, біз 2 және 3 сандарын қостық, ал әріптік көбейткішті өзгеріссіз қалдырдық. Әріптері бірдей өрнектерді ғана қосуға және азайтуға болады. Мысалы, 3а қосылған 5а тең 8а. Ал енді әріптері әртүрлі өрнектерді қосуға немесе азайтуға болмайды. Оны ықшамдауға болмайды. Мысалы, 3х қосылған 5а ықшамдауға болмайды. Егер сендерде осындай есеп келсе, әріптері әртүрлі, сендер тең ықшамдауға болмайды деп жазасыңдар. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Математика 4 сынып 4 бөлім оқулығы 22 бет номері 4. Тапсырманы орында. Үйлестірімділік қасиетті қолданып, өрнектерді ықшамда. Яғни бұл жерде не істейсіңдер? 7х қосу 2х болса, біз не істейміз? Сандарын қосып, әріптерін сол күйі қалдырамыз. Сонда 7-ге 2-ні қосқанда неше? Иә, балалар, 9. Демек, 7х қосылған 2х тең 9х. Осылайынан қалған есептерді шығарып шығайық. Келесі, көбейтудің терімділік қасиетін қолданып, өрнектерді ықшамда. 3х көбейтілген 5 көбейтілген 10 тең. Сандарды көбейтіп аламыз. 3 көбейтілген 5 көбейтілген 10. Жақшаның сыртында көбейтілген х. Жауабы қалай болады? 3-ті 5-ке көбейткенде неше? 15-ті 10-ға көбейткенде неше? Жауабын жазып, қалған есептерді тура осылай шығарайық. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Сабақты қандай деңгейде түсінгендеріңді дәптер соңына жазып қойыңдар. Назарларыңызға рахмет.